Жалғастырамыз. Түркістанда жақсылық жасап жарысқан азаматтар марапатталды. Олар елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында қолға алынған жомарт жүрек акциясына үлес қосқандар. Еске салып өтейік, елбасы мақаласын сәтті жүзеге асыру үшін қала әкімдігі арнайы жобаны қолға алған еді. Содан бері қаладағы жаны жомарт азаматтар үн қосып, талай игілікті істер атқарылды. Ал шарада белсенділік танытқандары арнайы марапатқа ие болды. Жомарт жүрек сыйлығы 5 аталым бойынша табысталды. Атап айтқанда, туып өскен ауылында әлеуметтік нысандарды көптеп салған азамат жыл меценаты деп танылса, өз өлкесін өзге жақта танытқанға туған өлке белгісі табысталды. Ал жыл бойы көптеген қайырымды істердің қасынан табылған тұлға жыл тұлғасы атанды. Сонымен қатар қайырымдылыққа топ болып атсалысқан ұйым мен мұқтаж жандарға ерікті түрде көмек көрсеткендер де құрметке бөленді. Туған жер бағдарламасы бойынша айтылып отқан мәселе баса көңіл бөлініп отыр. Оның ішінде өйткені әрбір азамат өзінің туған жерінен мысалы сол жерден білім алып, сусындап, арғай қызмет етуге кеткен кезде, мысалы отқан еліне сағынышпен қалған кезде, жалпы өзінің бір өзгеше бір нәрсе болады ғой. Сондықтан да соған барынша жатқан сол арқылы елді түлету. Еркінбай еркін жүріп тұра алмайды, бірақ соған қарамай оның жаны жұртқа жәрдемдесуге құмар. Осы мінезі азаматты талай ілкімді істердің басынан табылуға итермеледі. Нәтижесінде ол қолдорбада жүріп ақ талай сүрінгенді демет. Алдымен арнайы қор құрып, қасына өзі сынды жаны жомарт жандарды жинады. Кейін барлығы бір болып көпке көмек қолын созды. Міне бүгін марапат биігінен көрініп отыр. Бұндай марапаттар әрине мынау басқа да жастарға, басқа қоғамдағы әлеуметтік жағдайларды көтеру үшін бір белсендіретін іс-шара болып тұр. Шәкәрім атамыз айтқан екен, сол сөзді әрдайым өзіме тіреу қылып жүрем. Адамдық борыш ар үшін, барша адамзат қам үшін серт бергем, еңбек етем деп. Сертіме жету арманым, толтырар кемін қалғаным деген екен. Мынау жас ұрпаққа осындай үлгі өнегелі іс жасап атсақ, ол нұр үстіне нұр. Биыл алғаш рет ұйымдастырылған шара аз уақыттың ішінде талайдың рухын жанып, туған жеріне деген патриоттық сезімін оятты. Ең бастысы елбасы мақаласының рухани шаһарда сәтті жүзеге асуына септесті. Түркістан қаласынан Мадина Әсембек, Мақсұт Жарылқасын, Талғат Елеубеков, Нұржігіт Барпиев, Тұран Ньюс.